Сәлем баршаға. Бүгін біз өте нәзік, жұмсақ меренга рулетін жасаймыз. Рулетті жасау өте оңай, әрі қолжетімді азық-түліктер кетеді. Жасамас бұрын, видеоны қарамастан бұрын каналға тіркеліп, лайк, пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Ең алдымен жұмыртқаның ағын сарысынан бөліп аламыз. Бір тамшыда сарысы түспеуін қадағалаңыз. Жұмыртқаның ағын миксермен жай өзін көпіртіп аламыз. Кішкене көпіргеннен кейін сахарный пудрамызды 2 немесе 3 бөлікке бөліп араластырамыз, миксерлейміз. Бірінші миксердің жай жылдамдығынан бастаймыз. Жылдамдықты жай қоса береміз. Массамыз нығыз масса болғанша араластырамыз. Яғни белогымыз ақпайтындай бір келкі, бір текті масса болу керек. Миксерді алған кезде мынандай ақпайтын болуы керек. Миксерлеп болған соң крахмалымызды салып, күрекшемен араластырамыз. Крахмал кукурузный крахмал болуы қажет. Төменнен жоғары қарай күрекшемен араластырып, және лимонның, бір шай қасық лимонның суын қосып араластырамыз. Әбден араластырып болған белогымызды кондитерлік қалташаға саламыз. Оны кондитерлік қалташаға салмастан бірден пергамент қағазына бір келке етіп жайып пісірсеңіз де болады. Дегенмен қалташамен өте ыңғайлы болады. Алдымен пергаментке 4 жағын бірдей етіп қоршап аламыз. Кейіннен барлық меренгамызды бір қалыпты етіп жағып шығамыз. Пештің листін барынша толтырмасаңыз болады, өйткені меренга пісіп жатқан кезде кішкене жайылады. Духовкада 130-140 градуста 20-25 минут немесе беті кішкене қызарып және қатты болғанша пісіреміз. Кетудің қажеті жоқ. Мынау сарғыш қытырлақ беті бізде рулеттің сырты болады. Сондықтан оны өте абайлап басқа пергамент қағазына аударып аламыз да астындағы пергамент қағазын алып тастаймыз. Және суығанша крем дайындаймыз. Пештен шығарған соң бірден басқа қағазға аударып алып, сосын суытыңыз. Кремге біз творожный сыр мен сахарный пудрамызды бірінші екеуін миксерлеп аламыз. Ол креміміз іртік болып қалмас үшін керек. Жақсылап барлық жерін бір келкі етіп миксерлейміз. Ішінде іртік творогтың қалмағанын қадағалаңыз. Және кемі 33% болатын сливкиді құйып жай жылдамдықтан бастап миксерлейміз. Бұл заттарымыздың барлығы салқын болуы дұрыс. Тіпті мен темір табаға жасаймын кремді, өйткені темір табаны да крем жасаудан бұрын тоңазытқышқа салып мұздатып аламын. Сонда креміңіз ақпайтын нығыз крем болады. Дайын кремімізді меренганың жаңағы астыңғы жағына бір келкі етіп жағып шығамыз. Және мұқият болыңыз, кремді мүлде көп қоспаңыз. Өте аз жағыңыз, өйткені меренганың сырты қытырлақ болғанмен, оның да іші тәтті ақуыз, жұмсақ ақуыз яғни. Бетіне кез келген жеміс немесе жидекті саласыз, мен құлпынай салдым. Және пергамент қағазының көмегімен рулетті айналдырып ораймыз. Қолмен орай алмайсыз, мұқият болыңыз. Және меренганың сырты қытырлап сына бастайды. Бұл қалыпты жағдай, еш уайымдамаңыз. Ораған рулетіміздің бетін қалағанымызша әрлейміз. Әрлемесеңіз де ол өз еркіңізде, немесе жеміс жидектермен, шоколадпен әрлесеңіз болады. Мен құлпынаймен әрлеп шықтым.
өте нәзік және дәмді әдемі меренга рулетіміз дайын. Асыңыз дәмді болсын. Каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар.